Төртінші матрица бұл бақыт сезімі мен бостандық сезімі. Бала артқа қаншама жолды тастап, мынау жарық дүниеге келді. Ол өлім мен өмірдің арасында күрес жүргізіп, ақырында жарық дүниеге келді. Ол өте қуанышты. Егер де осы уақытта балаға акушерлік қысқыштарды пайдаланатын болса, ол өзіне қысымды сезеді. Бұндай балалар болашақта мен неге бұны жасауым керек? Мен неге бұны қысым арқылы жасауым керек деген программа жазылады. Бұндай адамдар әлсіз келеді. Әсіресе ер адамдар кез келген ситуацияда жанжал шығаруға дайын тұрады. Мұндай адамдарға өте ерекше көңіл бөлу керек. Оларға нәзіктік керек. Кесарево жасалған балаларда кедергіден өту тәжірибесі жоқ. Сондықтан да олар әр уақытта басқа жақтан көмек күтіп отырады. Оларда идея көп, бірақ оны жүзеге асыра алмайды. Және оларда өзін өзі сақтау инстинкті жоқ. Сондықтан да олар экстремалдар. Жамбас тарлығын сезінген бала көп қысым көреді. Мұндай балдар жертва состояниесіне түсіп, әртүрлі келеңсіз жағдайларға тап болады және одан шешім таппайды. Мұндай балалар мен бәрін білемін, бірақ осыдан шығу жолын білмеймін деген программа жазылады. Осы матрицадағы пайда болған программалардың бәрі 3 жыл бойында қалыптасады. Егер анасы махаббатын төгіп, баласына жақсы қарайтын болса, бұл негативті программалар жойылады. Ал егер де анасы баласына көңіл бөлмесе, бұл негативті программалар одан сайын күшейе бастайды.